сол кезде ол тас кімге тиетін болса, ол тас тұрып қалмайды дейді. Мысалы басыңа тисе дейді, шейх айтады, ол еріп отырып аяғынан бір-ақ шығады дейді. Немесе біреудің бір жеріне жалап тиіп кететін болса, бұл өз жері ғана жарақаттанып тұра бермейді дейді. Осы жері үлкейіп, іріп-шіріп, осындай тастар, аузубилля дейді. Құдай сақтасын енді. Тозақтың тастары ғой күйдіретін. Ол бір жеріне жалап тиіп кетсе болды, сен одан құтыла алмайсың. Ол бәрін жей береді сен. Бүткіл сені тауыспайынша ол тоқтамайды, ол не? Тоқтамайсың дейді. Соны Абраханың әскері быт шығады. Қашқаны қашады, өлгені өледі. Абраханың өзіне де сондай нәрсе тиді, тастың бір ұшқыны дейді. Бірақ ол қашты. Бірақ сондай бір ауылға келген кезде Абрахан денесін бәрі балапан болады ғой, анау жұмыртқаны жарып шыққан кезде шөже ала-бұла болады екен ғой. Денесін бәрі ала-бұла болып, сол жерге барғанда барып не болды дейді? Бүткіл денесі жарамай қалып, жүре алмай қалып, сол жерде мерт болды дейді Абрахан. Демек ғалымдар айтады, Алланың жақсы көрген жеріне кімде-кім осындай дұшпандық қылатын, ниет болатын болса, күні осындай болады. Мына мешітті қазір біреу бұзам деп Құдай сақтасын, бір жаман ниетпен келетін болса, ол өзі бұзылып кетеді дейді. Себебі бұл мешіт кімдікі бұл? Алланыкі. Мешіт, ғалымдар айтады, мешіт соқтың ба, Алла үшін қабыл болсын. Мешіт бітті ғой. Біткеннен кейін ең алғашқы бір адам кіріп 2 ракат намаз оқиды ғой мешітте. Мешіт сәлем мақсы деп. Сол сәлем намазын біте салысымен болды. Мешіт автоматически не болды? Алланың мүлкіне өтті дейді. Бұл деген сенікі емес. Сенің мүлкің емес ол. Мешіт кімдікі енді бұл? Бұл Алланың. Мен соққам деп айтпам мынаны. Бұл деген сенікі емес бұл. Бұл кімдікі? Алланың. Алла үшін соқтың ғой сен. Сауабыңды аласың, уайымдама. Саған керегі сол ғой. Иншалла саған сауабын береді. Бірақ оны тоқтамастан мен өзім үстемдік қыламын мешітке. Мен өзім айтқаным болады мына жерде. Мен діни басқармаға мен бұны филиал қылып тіркемеймін. Мен өзім білемін дейтін болсаң, онда ондай болмайды. Сөйтіп болашақта мен оны бұзып тастайын деп бас сақаламын десең, сен бұза алмайсың дейді. Бұзам деп жатқанда сен өзіңді Алла бұзып жібереді сен дейді. Себебі неге? Сен Алланың мүлкіне кірісіп жатсың енді. Алланың мүлкіне қашан кіріп кетті бұл? Ең әуел уақытта кім намаз оқып бітті, бұл сол мезеттен бастап не болды? Алланың мүлкіне. Демек ғалымдар айтады, міне Алла үшін соғылған нәрселерге мұсылман адам осындай болу керек. Бұл жерде алатын пайдамыз жаңа айтқандай басқа дін өкілдерінің қолшылық қатқан жерлерін біз ластамайық, оларды сөкпейік, оларға тіліміз тимесін, олардың нелерін қуаныштарын біз бұзбайық. Сол кезде олар да біздің немізге тиіспейді. Біздің құрбан айттарда олар бізге жаман сөз айтқан жоқ қой. Өткен бір бауырым айтады, көршім жұмыста бірге істеймін, мына жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жыл келе жатыр. Сол кезде жаңа жылдарыңмен деп айтсам, күн алмайын ба дейді ол. Жаңа жыл келеді ғой міне. 2016 жылда, желтоқсанда келеді ғой. Сөйтіп айтсаң, бола ма дейді. Ғалым айтады, болады дейді, проблема жоқ бұл жерде. Жаңа жылдарыңмен айналайын. Сонымен бірдеме болып қаласың ба не? Ешнәрсе болып қалмайсың. Дұрыс қой, мынау милади жылымен осы келе жатыр, 2016 жыл. Ал хижри бойынша кеше жаңа жылымыз болды, иншалла. 1400 жыл болды? 37 жылға кірдік. 36 емес, 37. Кеше біздің бәріміздің жаңа жылымыз. Иншалла келесі жаңа жылға шейін Алланың амандығында болайық, Құдай қаласа. Енді осы жерде айтқымыз келіп жатқан пайдасы не? Демек біз басқа дін өкілдерімен де біз байланысамыз. Оларға дінімізді көрсетейік. Оларға жақсы сөзіңді айт. Өткенде мына құрбан айтта ғана осы Жезқазғандағы сол жерде бір Samsung деген больницаның главврачы бар, Владимир Михайлович деген орыс деген аты ғана христиан деген деп айтпасаң, мінезі, сөзі мұсылман адамның секілді. Кабинетіне кірсең, Құран көресің. Жайнамаздар, иман журналдары, ислам өркениеттер былай жиналып тұр кабинетінде. Имамдар жақсы көреді. Мешітті жақсы көреді, жаңа кісіше, бірақ христиан өзі. Сол мешітке бізге жеңілдіктер қылып қойған. Мешіттің имамдары, наибтары, мешітте кім істейді? Бәрі сол Samsung'та списканы біз жібергенбіз, өзі соны сұраған. Сол мешіттен кім мешіттің атынан барса, оларға жеңілдіктер бар. Өте жеңілдіктермен тез-тез соны ем қабылдайсың Samsung больницасында. Сол кісі айтады, қызық болды дейді. Бір күн сол Ұлытаудан келе жатсам, машинам сынып қалып, жолда тұрмын дейді, голосовать етіп. Өзімнің бір христиан тоқтамай өтіп кетті дейді. Артынша имам келіп тоқтады дейді. Бір имам Алла разы болсын, кім болса да, өтіп барып тоқтаған ғой. Күн аяз дейді. Мені көрді, ой, не болды? Машина сынып қалды. Мені парковкадан алып, сонымен сүйреп әкеп, кіргізіп, көмектесті имам дейді сол. Содан мен мұсылманды жақсы көремін, жаңа кісінің айтқан сөзі. Мен өзімнің христиан тоқтамай кетті дейді. Соның алдына бір христиан тоқтаттым. Ол мені көрді, мен оны танып тұрмын дейді. Өтіп кетті тоқтамастан дейді.
Ал сенің имамың дейді, маған айтады, тоқтады ол дейді. Міне сендер мұсылмандардың ерекшеліктерінде, ол кісі қатты жақсы көрді. Осы кеше құрбан айтты, ол кісі звондап мені құттықтап жатыр да. Ассаламу алейкум деп амандасады телефонда. Ассаламу алейкум, с праздником, құрбан айт, пирам, осындай, Алла разы болсын деп қояды арасында. Енді ертең жаңа жылда мен оны с праздником деп айтсам, бір жерім түсіп қалам ба не? Болмайды ғой ешнәрсе. Ортамызда достық бар. Мен оған исламды көрсетуім керек шамам келгенше. Иншалла ол кісі Құдай қаласа дінді қабылдауға жақын қалды, өте жақын. Бәрін түсініп тұр. Енді бір сондай бір уақыт келмей тұр да, иншалла дұға қылайық. Мұсылман емес адамдарға дұға қылуға болады. Алла олардың жүрегін аш, оларға хидаят бер деп. Бірақ өліп кеткен Валераға дұға қылуға болмайды. Валера деген көршім бар еді. Алла рахматын алсын деп дұға қылуға болмайды. Өліп кетті ғой ол. Ал тірі жүрген Валераға не істеуге болады? Виталикке ма? Дұға қылуға болады. Алла оған хидаят бер, оның да жүрегін аш, ол да мұсылман болсын, сенің пендең ғой ол да. Білмей жүр ғой адасып. Деп дұға қылсаң, иншалла Алла оның жүрегін ашса не болады? Исламды қабылдайды Құдай қаласа. Міне мұсылманда осындай болуымыз керек. Біз біреудің несін ластамаймыз, олар да бізге тиіспейді. Біз олардың мейрамдарын шырқын бұзбайық. Ертең 31 декабрь келген кезде аузубилля жаңа жыл деген жоқ исламда. Ой деп олардың жаңа жыл атқан жеріне елкасын бұзып тастап барып, оларға қырыңды көрсетіп, істемеңдер бұндай бидағат деп біреудің шырқын бұзба. Істей берсін. Кеше құрбан айтты, ораза айтты, біздің шырқымызды бұзды ма олар? Бұзған жоқ қой. Жақсы сөзін айтып жатыр, с праздником деп. Сол секілді бізде олардан екі есе көрсетейік енді. Себебі мұсылмансың ғой сен. Сенің олардың артықшылық жерің болу керек. Себебі сен Алланы танып тұрсың. Біліп тұрсың барлық нәрсені. Ол бейшаралар біліп тұрған жоқ. Білмегендіктен олар адасып жүр. Және екінші пайдамыз, ғалым айтып жатқаны, демек Алла үшін болып тұрған нәрсеге сен мұсылманның баласысың, сен ол нәрсе дамысын дейді. Ол нәрсе сен себепті тоқтап қалмасын. Біз себепті мешіт жабылып қалмасын. Бәлкім біз себепті бұнда мешіттердің бірнешеуі салынсын осы жерлерге иншалла. Мен районтың мүшесімін, өткенде мына Қапшағайда түрмеде болдым, екі түрмеде. Біреу строго режимде отқан балалар, біреу общий режимде. Алла жеңілдік беріп аман есен шықса, бауырларымыз ғой өзіміздің. Екеуіне кірдім, екеуінде де мешіт бар. Екі түрменің ішінде мешіт соғылған. Кірген кезде кәдімгідей қуандым. Субханалла, кәдімгі ана мұнарасымен, күмбезімен әдемі мешіт соғылған. Екеуінде де осындай мешіт тұр. Қапшағайдың түрмесінде. Бірақ кіріп барып қарасам, мешіт емес екен. Ішінде кітапхана, адамдар осындай кездесіп өткізетін бір сондай кабинет қылып қойыпты. Кейін сұрадым, мешіт сырты, мешіт іші қалай бұндай? Кейін жігіттердің бәрін алып келді, сол жерде мына экстремизм, терроризм отқан бауырларымыз ғой өзіміздің, Алла хидаят берсін. Олармен мен сұхбат жүргізіп, кейін сұрап жатты, мына мешіт не болған өзі? Десем, алдын мешіт еді дейді. Жұма оқитынбыз өше, сырттан имам келетін бізге дейді. 5 уақыт намаз оқитынбыз дейді. Кейін не болды? Кейін бөлініп, тартса бердік, қоймай тартса бергеннен кейін жауап тастады дейді. Молодец дедім. Ел азаматтық жұмыс істепсіңдер дедім де, молодцы. Осылай болу керек. Мен бар нәрсені айлай беріңдер осындай. Ақыретте жауап бересіңдер сендер. Бір адамдар уақытында соқты осы мешіттерді. Алла үшін деп қанша адамдарға алдына кіріп жүріп, не естпеген сөздері жоқ, Аллаға дұға қылып жүріп, ашылды ғой осы мешіттер уақытында, дұрыс па? Бір адамдар идея қылды осыны. Бірақ сендердің себептеріңмен жабылды сол мешіт. Ақыретте сендер жауап бересіңдер енді. Соның жабылып қалғанына. Оның жабылып қалғанына себеп сол, сен сауатсыз, надансың сен. Бір беткейсің, ешкім тыңдағың келмейді. Бір нәрсені көріп аласың, болды, дін сол деп ойлайсың, болды. Қалған бәрін алып тастай береді. Демек, тақырыбымызға оралайық. Уақыт қалай отыр қажеге? 5 минут қалды. Ескертіңіздер. Азан айтып болып, кейін қайттан таңғаматы 10 минут барасы? Сразу ма сіздердікі? Сіздердікі нелеріңіз басқа екен, сіздеріңіз мүлдем басқа екен жүйелеріңіз. Біз жақта басқа, біз жақта. Жарайды, мен сіздерге ондай хилап болмай қойайын. Қайттан тақырыбымызға оралайық. Сонымен сол Абраха не болды? Сол әскерімен сол жерде тас-талқаны шығып, Каабаны не істей алмады, бұза алмай қалды. Оны бұзам деп ол өзі бұзылып кетті. Алла өзі сақтайды, Алла Тағала өзінің дінді сақтаймын деді ме, ақырет кешін ол сақтайды. Оны ешкім бұза алмайды. Бұл осы оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келуіне аз ғана уақыт қалған кезде осындай оқиға болды. Пайғамбарымыз дүниеге келуіне аз ғана уақыт қалған кезде. Бұны піл оқиғасы деп айтылады. Піл оқиғасы.
сонымен пайғамбарымыздың дүниеге келген күнге кіріп барып бүгін тақырыбымызды тоқтатайық, келесіде қайтадан сол жалғастырып алып кетемін. ولد سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة اليوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бәни Хашим руынан, бұл пайғамбардың руы. Арабтарда руға бөлінеді. Бізде бөлінеміз ғой. Осындай руға баласы деп. Арабтарда да сондай. Руға бөліну бұл арабтарда да бар. Пайғамбарым бидағат деп айтқан жоқ қой, иә? Тіпті пайғамбар ғазауаттарын көресіздер. Ғазауат деген пайғамбар қатысқан соғысқа айтылған термин сондай. Пайғамбар қатыспаған соғыстар ғазауат деп айтпайды. Ғазауат деп айтсаң, біл, ол жерде пайғамбар болған. Сол ғазауаттарында пайғамбар әрбір тайпаның туларын қолына беріп қоятын еді. Соның батырлары бар ғой, әр рудың. Сол әр рудың батырларына өздерінің туларын ұстататын болған Расулалла. Сол туды көрген кезде сол тайпаның адамдары одан бетер екпіндеп соғысатын болған. Ал бізде не деп жатыр? Ту бидағат, бір ұлт болып жүру бидағат. Өткенде бір бауырым айтады, бір ақсақал келді, сөйтіп айтады, мына жастар қайда кетіп бара жатыр дейді. Ақсақал не болды? Мен көшеде келе жатсам, бір жас жігіт өзінің секілді маған уағыз насихат айтты. Енді ақсақал тыңдап болғаннан кейін балам айтты, мен мұсылман баласымын, Құдайға шүкір. Сен қай қазақтың баласың, қай рудың баласы деп сұрағам сол, ата, мен қазақ емеспін, мен мұсылманмын деп жауап берді дейді. Соны ақсақал ренжіп мешітке келді. Сендер қайда кетіп барасыңдар деп. Егер қазір қазақ емеспін десең, немесе біреу, мен араб емеспін, немесе тағы бір ұлт, өзбек емеспін десе, Құранға қарсы шықты ол. Егер сол ұлттан болса. Себебі ұлтқа бөліну бұл Алла тағаланың жазғаны. Құранда аят бар. Сендерлер түрлі ұлтқа бөліп тастадым, түрлі ұлысқа бөліп тастадым. Әр ұлт өзінің тілінде сөйлесін, әр ұлт өзінің несімен мақтану керек. Мен қазір ондай емеспін, мен мұсылманмын деуің, жоқ, сен дінін сұрап жатқан жоқ қой, сен мұсылмансың ба, мұсылман емеспін деп сұраса, онда альхамдулилля мұсылманмын деп жауап береміз. Бірақ ұлтың не деп жауап бересің? Ана бауырларымыз мұсылманмыз деп жауап береді. Біз братпыз дейді. Мұсылманмын дейді. Бұл не? Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи руға бөлінген екен ғой, Бәни Хашим руынан шыққан пайғамбарымыз, және әр рудың атауымен де айтатын еді. Мысалы, я Салман Фариси деп айтатын Расулалла оған. Парсы жерінен келген Салман бауырым деп өзінің ұлтымен айтатын болған. Билал радиаллаху анху ғой, хабаштық ол. Хабаштық бауырым дейді де, эфиопиялық. Яғни соның ұлтымен айтатын пайғамбарымыз. Атын сөйтіп айтатын да Расулалла. Демек, біреудің ұлтымен айту, ол бөлініп кетті деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Болды, енді бізді Алла қазақ қылып жаратты, қазақ тілінде сөйлеуің керек. Біз қазақ болып өтеміз әлемнен. Ешқашан араб бола алмайсың, ешқашан түрік бола алмаймыз біз. Боламын десең де бола алмайсың. Басқалар да қазақ бола алмайды. Сол үшін өз тілімізді білеміз, құрметтейміз, басқа тілдерді құрметтейміз, бірақ өз тіліңді не дейді? Жақсылап біл. Біл өз тіліңді. Демек, руға бөліну ол Расулаллада да болды. Пайғамбар Бәни Хашим руынан шыққан, Мекке қаласында болды Расулалла. Рабиул ауал айының, Рабиул ауал деген сол ай. Мысалы, миладимен январь, февраль, март деп санаймыз ғой. Сол секілді арабтың да санауы бар. Сол Рабиул ауал деген айының аты. Сол Рабиул ауал айының 9-шы күні, дүйсенбі күні таңғы уақытта Расулалла дүниеге келді. Қай жылы? 571 жылы. Миладимен. Мысалы, миладимен 2000 нешінші жылда тұрмыз қазір? 2015-те тұрмыз ғой. Осы жылдың бас жағында 571 деген жері тұр ғой. Осы 2015-тің бас жағынан кете берейік. Сол кезде 571 деген жеріне келген кезде кім келді дүниеге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келген кезеңі. Енді пайғамбарымыз дүниеге келген кезеңін айту не бидағат па не? Кемет деп айтасың ба? Пайғамбар келіп тұр ғой сол уақытта. Бір адамның дүниеге келген күнін айту бидағат емес ол. Өткенде бауырлар айтады, туған күнді жасау бидағат па дейді. Қашан туылғансың десем, пәлен күн туылғам. Сол күн туылған сенің өтірік па, рас па? Шынымен сол күні мен туылғам дейді. Болды, онда бидағат емес қой ол. Сен реально сол күні туылып тұрсың ғой сен. Шариғатымыз не? Туылған күнді шектеп жатқан жоқ, жасама деп жатқан жері жоқ. Бірақ шариғаттың шектеуі бар. Туылған күн деген кезде біз бала кезімізде көрдік қой, ағаларымыздың туылған күндерін ішіп, қуып, билеп, ондай емес. Шариғаттың шеңберінен шықпаған. Дастархан, адал дастархан болсын. Достарыңды шақырып,
сол жерде бір жақсы қайырлы отырыс болсын, сол отырыстағы достарың саған жақсы тілектерін айтсын, иә, өмірің жақсы болсын иншалла, алла тағала жаманшылық көрсетпесін, иншалла дуа қабыл болады. Егер сөздегі айтып жатқаны бәрі шариғатқа сәйкес келсе, дастарханда арақ шарап жоқ, иә, шариғаттың шеңберінен шықпасаң, туған күніңді де өткізуге болады, машинеңді де жууға болады, жаңа киім алдыңда оны да жууға болады, бәрін істеуге болады. Бірақ шеңберден шығып кетпе. Өзінің шариғаттың шеңбері бар, содан асып кетпе. Болады. Сол секілді Расулаллахың да дүниеге келген күнін айтып біліп жүру, ол бидағат емес. Ақиқатында Расулалла адамзаттың асыл тәжінің дүниеге келген күнін біз білуіміз керек. Ол қай жылы келіпті? 571 жылы Робиул Ауал айының 9 күні, дүйсенбі күні таңға жуық Расулалла не болды? Дүниеге келді. Біздің ай бойынша қай сәуір айы? Келмейді ғой бізде 10 күн көп қой жыл сайын. Біздің Бізге түспейді ғой. біздің сол айымызға мысалға мынау пайғамбар саллаллаху туылған күн болсын есептеп тұр ғой қазір. Осыны қазір есептейтін болса, осы жердегі не? Бұл апрельдің 20-сына тура келеді екен. 20 апрельге. 20 апрельде туған күнінде бар ма жігіттер арамызда? Жоқ па ондай? Қол көтерсінші. Мен сол күн туылғам. Аллаға шүкір, не? Расулаллахың туған күні сол күн. Ғалымдар сол күн және тойлайды. Пайғамбарымыздың мәулітін 20 апрельде бізде сол күнге сәйкес келеді. Демек сол күн тойлау не емес екен, ол бидағат емес екен. Сол күн пайғамбарымызды біз және көп тілімізге аламыз, пайғамбарға көп салауат айтамыз. Сол күні көп адамдар пайғамбарымыздың өмір баянынан хабардар болып қалады. Ол жақсы нәрсе ғой ол. Соны сылтауратып, соны себеп қылып, көп жерлерде активтер өткізіп аламыз, мектептерде сондай сұранып жүріп, соны себеп қылып, көп оқушылармен кездесіп қаламыз. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыздың туылған күнінің аясында деп көп кештер өткізіп қаламыз. Жақсы нәрсе емес па? Міне уақытысында сол ұстаздарымыз есімізде, сол біз Нұрбақта оқып жүрген кезінде есімде, сол жерде үлкен мәулет өткізді, сол үлкен бір театр несін алып, сол жерде бірнеше қара көздеріміз содан шыққан екен, хижаб орамалға кірген қарындастарымыз. Ол жерде Расулаллахың өмір баянын естіп, дін деген не нәрсе екендігін сол кезде жүрегіміз ашылды дейді, қыздар айтып жатыр. Содан шыққанда бірден барып, жаңа ішінде төртеуі өте активный екен, барып ешнәрсеге қарамай орамал тағып алыпты. Бүгіннен бастап мен сондай мұсылманның қызы болып жүремін деп. Сол мәуліт сондай істеуден бидағат па не? Жақсы нәрсе ғой. Жастарымыз түсініп қалды. Дін не нәрсе екендігін.